Құрметті оқырмандар, назарларыңызға мерекер автор және кітап айдарында жазушы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Шаштайұлы Жұмабайдың туғанына 75 жыл толуына орай кітапхана қорындағы әдеби мұрасымен таныс болуға шақырамыз. 1990 жылы жарық көрген «Жала мен нала» кітабы шығармада 20 ғасырдағы қазақ халқының басынан өткен қиын қыстау кезеңдері, қуғын-сүргін, ашаршылық, әділетсіздік пен зорлық-зомбылық, сондай-ақ сол замандағы қарапайым халықтың қайғы-қасіреті суреттеледі. 1997 жылы жарық көрген «Біздің заманның Аяз би» шығармасында ауыл өмірі суреттеліп, әділдігімен елге сыйлы кейіпкер бейнеленеді. Автор оны аңыздағы Аяз биге теңей отырып, бүгінгі заманда да әділетті, ел қамқоршысы болар тұлғалар бар екені айқындайды. 2010 жылы жарық көрген таңдамалы шығармаларының бірінші томында «Тау мен дала» атты жинаққа жазушының қазақ даласының табиғаты, ауыл тіршілігі, халық тағдырын суреттеген көркем прозалық шығармалар жинақталған. 2016 жылы жарық көрген «Сарғайған парақтардағы сағыныш» жинағында жазушының туған жерге, елге деген сағыныш пен адалдықты суреттейтін прозалық туындылары топтастырылған. Естеліктер арқылы өткен күннің қымбат сәттері мен ұмытылмас бейнелері жаңғырып, оқырманды ойға жетелейді. 2022 жылы жарық көрген толық шығармалар жинағына Жұмабай Шаштайұлының прозалық туындылары, драмалары мен публистикалық мақалалары топтастырылып, шығармашылық жолының негізі құры қамтылған. Құрметті оқырмандар, Жұмабай Шаштайұлының әдеби мұрасымен танысуға кітапханаға шақырамыз.